Бәріне сәлем, сіздермен бірге Биоакадемия және де мен Маржан. Бүгін курста мәтінді әрлеу мен рәсімдеуді жалғастырамыз. Алдымен алдыңғы сабақта өткен әрлеуді көрейік. Google Chrome'da браузерінде тексеріп көреміз. Алдыңғы жазғанымыз тұр, иә. Енді біз сіздерге бүгін сол мәтіндерді әрлеуді жалғастырамыз. Алдымен мәтіннің шрифтін ауыстырамыз. Біздің мәтін қазір Times New Roman'да тұр. Міне мәтініміз Times New Roman'да тұр. Оны ауыстыру үшін интернетке Google Fonts деп жазамыз. Google Fonts. Google Fonts тегін әртүрлі шрифттері бар. Оны біз өз веб парақшамызда қолдана аламыз. Мұнда кіреміз. Біз тілін таңдаған кезде кириллица, бізде кириллица, сол үшін кириллица деп аламыз. Сіз айырмашылығын байқау үшін мен басқаша бір кириллицаны шрифтін алайын. Міне мына кириллицаны алып көрейік, тексеріп. Біз оны өзімізге тартамыз. Және де мұнда link ref деп тұр ғой. Соны біз индекске жазсақ болады, және импорт деген жерде мұнда стайлды алып, біз CSS-ке көшіре салсақ та болады. Мұнда қойып font family дейміз да. Font family. Family деп біз онда бірінші font family деп бірінші мұнда атын жазамыз. Amatics плюс SSS дегенді Amatics'ті жазамыз. CSS және курсив деп, қасына курсив деп жазып қоямыз. Курсив тілудір. Және осыны сақтап, индексі де бір сақтап, парақшаны көреміз. Міне, байқағаныңыздай, біздің алған курсивіміз өзгерді. Енді мен сіздерге айырмашылығын байқау үшін ерекше бір курсивті жасадым. Өзім қалаған курсивті ала салайын. Мұнда роботты дегенді алсам. Роботты курсивін алсам. Мұнда да плюс роботты деп алып тұр екен. Бізге роботта ғана керек, сосын алып, осыны мұнда қоямыз. Мұнда роботты. Сариф деп тұр, осыны алып саламыз. Енді тексеріп көрейік. Байқағаныңыздай, біздің курсив ауысты. Егер сіз осылай, сіз басқа курсив шрифттерді алып, пайдалана аласыз. Тағы бір жағдай түсіндіріп кетейін. Тағы бір қасиет line height деген бар. Line height.
ол абзацтың ұзындығын анықтайды. Мысалы 20 пиксель деп көрейік. Мысалы ретінде сақтап, оны Google-ға жібереміз. Мұнда арасы, сіз көріп тұрсыз ғой, арасы онша 20-дан көп ау деймін. Қазір мен сізге 50 дейін, 50 түсініктірек болады. Қойсаңызда міне арасы 50 пиксель болып ашылып тұр. Көрдіңіздер ғой, арасы 50 пиксель. Егер біз line height'ті қаласай, оны көрдіңіз ба? Не көбейтсең көбейіп кетеді, азайтсаң азаяды. Ой. Тағы бір font style деген бар. Font style. Ол біздің шрифттің стилі. Оның екі жағдайын сіздерге көрсетейін. Italic деген бар. Italic деген бар. Ол біздің шрифтіміз курсив ретінде жазылады. Байқасаңыздар. Және де normal деген бар. Нормалды сақтап, тексеріп көреміз. Ол normal деген қарапайым түрдегіз. Мен өзіме италик ұнайды, соны италик жазып қойайын. Италик. Сақтап, сосын көрсетер ма, мұнда курсивте алынып тұр. Бүгінгі сіздерге түсіндірейін деген сабағым осы, курсым осы. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.